Қайырлы құрметті Үздік педагог каналының оқырмандары. Бүгін мен өзімнің республикалық балалар оқуына қалай дайындалғанымды айтып берсем. 2023 жылы 3-ші мәрте өтіп жатқан бұл байқау 3 кезеңнен тұрады. Аудандық, қалалық, облыстық және қорытынды республикалық кезең. Бұл жарыс туралы маған жетекшім маусым айында айтқан болатын. Сол кезден бері кітапханадан 10-шы сыныпқа бекіткен кітаптарды іздеп бастадым. 10-шы сынып оқушыларына Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясының 2-ші бөлімі жанталасы мен шетел әдебиетінің өнералды туындысы Джеймс Феннимор Купердің Мойканың соңғы тұяғы деп аталатын 2 көркем шығарманы оқу міндеттелді. Әдебиеттер туралы айтатын болсам, 2 оқулық та өте ақпаратқа мол қызықты. Тілі ауыр болғанымен адамды баурап алады. Әсіресе Ілияс Есенберлиннің романы арқылы қазақ хандығы жайлы көптеген ақпараттар алдым. Жалпы байқау 2 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезең 60 сұрақтан тұратын тест тапсырмалары. 30 сұрақ шетел әдебиетінен, ал 30-ы отандық әдебиеттен. Сұрақтар тек әдебиеттерден беріледі. Оқиғаның болған жылы, мекені, кейіпкерлері жайлы. Екінші кезең эссе жазу. 4 түрлі тақырып. 2 шетел әдебиетінен, 2 тақырып отандық әдебиеттен. Егер әдебиетті зер салып талқылап оқыса, тестте, эссені де жазу оңай болады. Аудандық кезеңге әдебиеттерді қайта оқыдым. Оқып қана қоймай, керек жерлерін дәптеріме түртіп отырдым. Және де ерекше сөз тіркестерін өзіме жазып алып отырдым. Аудандық кезеңнен өтіп, облыстық кезеңге жолдама алдым. Екінші кезеңге дайындық барысында әртүрлі тақырыпқа эссе жазып, жетекшіме тексертіп отырдым. Облыстық кезеңге аса зер салып дайындалдым, 100-ден жүйрік атанып, 1-ші орынға ие болды. Қарағанды облысының атынан 10-шы сынып оқушы ретінде республикалық кезеңіне бардым. Ал 3-ші кезеңге дайындық барысында кітаптарды 3-ші мәрте қайта оқыдым. Қайта оқып, қайта жаңа ақпараттарды біліп отырдым. Жалпы кітапты 3 рет оқыдым десем де болады. Соның арқасында әр ақпарат есімде қалды. Жазып болған конспект дәптерінен жаттау да оңай болды. Тек қана оқулықты оқып қоймай, қосымша іздене бастадым. Авторлары жайлы, басқа да бөлімдері жайлы ғаламтор желілерінен ізденіп, білімімді арттырып отырдым десем де болады. 2023 жылы 3-ші кезеңі Астана қаласындағы Назарбаев университетінде болды. Жалпы сайыс өте жоғары деңгейде өтті. Университетпен танысып, сол оқу орнына түсуге мақсат қойдым. Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген дарынды балалармен танысып, дос та болып кеттік. Эссе жазарды өзім дайындалған тақырыптар келіп, ойындағыдай жазып шықтым. Тест тапсыруға 1 сағат, эссе жазуға 1 сағат уақыт берілді. Бізде сайыстан бөлек оқу орнымен танысу, арнайы семинариялар, таным презентациясы мен таныстырулар болды. 10 мыңнан астам бала қатысқан бұл сайыста суырылып шығудың өзі жеңіс деп санаймын. Марапаттау кезінде арнайы қонақтар шақырылып, өздерінің ыстық лебіздерін білдірді. Сонымен қатар 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған оқушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Ал ерекше белсенділік танытқан балаларға мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаевадан арнайы алғыс-хаттармен марапатталды. Жалпы сайыстың мақсаты балаларды кітап оқуға баулу. Сайысқа қатысқан әр оқушылардың кітапқа деген сүйіспеншіліктері артыр деп санаймын. Себебі кітаптар өте қызықты және де көптеген ақпараттарға мол. Бұл сайысқа өзімнің 6 ай уақытында арнап, бағымды сынап қатысқаныма еш өкінбеймін. Себебі көптеген рухани азыққа кенелдім. Сіздерді де осы республикалық балалар оқуына қатысуға шақырамын. Өз деніңізді жан-жақты тануға, білімді болуға көптеген үлесін қосады. Құрметті көрермендер, бүгін мен Назарбаев университетінде болған балалар оқуында ерекше белсенді танытқаным үшін арнайы алғыс-хатқа ие болдым. Аудандық, облыстық кезеңдерде қатысып, іріктеліп, жүлделі орын алып, осындай республикалық кезеңге шейін жеттім.
Осы сайысқа қатысуыма себепкер болған Әйгерім Дәулетярнаға жетекшіме үлкен алғысын білдіремін. Сонымен қатар жауапты маман Бану Аманнаға да үлкен алғысымды білдіремін. Құттықтап атқан барша ұстаздарға, барша жандарға рахметімді айтамын.